атыңдын ұзын бұра тұр, айтайын сөздің уға тұр, ушу тұрған баланың. Алдымызға шыққанда аран көрдім жараным, чоң той берем ойымда, ойыңдың айтып алда деп, сенен ойың қандай деп, бажақып сұрап мұнда кеп, бұрылып қарап қалды еле, байқап көзін салды еле, қасиетті баласын, бажақып қолғың алды еле, мұны жонды қарасаң, атаңдың көрі дүние, қолындағы баласы, чоң екен оның солмағы, қарап тұршы қаланы, қадағана дүние, қарачар жол бұрысу, қапталынан қомдонып, қарап тұрған кез екен, қасиетті баланы, балана тұрған барана, сылап тұрған кез екен, алып қарағыш бұдайық, алмындаңы жоп тармайып, ошо қолдап тұрған кез екен, оңой бала бұл емес, деу бошенті байжақып, ой, мен өзінің өзін сынады, баланың маңдайын қарма, ұшынды сылады, сылап қойса баласы, барба, барелап, бақырып бал, қарелап, қарап тұрған Жақыптың жүрегі жаман қозғолып, алдайлықтың барысы, түнлі тоқтын албай тоқтолып, жүрдірдіріп күркіріп, жаңырып тұрған асманда, ошонды бұлыты жарылып кетіп түтіріп, жүрдірдіріп қалды дед, алдайлық ойлап алды дед, ұшы тұрған Жақыптың оңой емес баласы, бұның қылған сен қарачың, ошонды ақ балда тұр, кеп айтат, кеп айтқанда кем айтат, айланайын Жақып, ұшы қарап ұлса малың көп, ұшы тұрған Алтайда, Жақып болып аталдың, не аяйсың малыңды, чоң тойды беріп салалы, ұшы тұрған балаға, қалмақ мен манжыны, қара қырғыз барысын, ұшы жиып алалы, жақшың атты қойылы, атасмандан емеспен ат, қой болса болуы деп ошентіп қалдылы мұнда епті қылдылы. Өмінді жөнді Жақып, атының ұзын бұрдылы, қарап тұрған баласын, шақырып есте қарачы, бір келгенне мен деп, айтар сөзім еви деп, ошо Жақып балалы болды деп айтқын, сен барып қаварым айтқын, тияқ Жақып барысы, үрдіштан өйді кеп болсын, ұлы той болсын, ұшы шақырып атқан Жақыпты, кең Алтайдың бойына, тойына келсін деп айтқын, еркек болды баласы, қылған итшін қарачы, ұшы тұрған Жақыптың, бүгін той берер ғана болды санасың, күбежін қалаға, қавар берген ошоғы, қоқондағы қоромек, марғалаңда малавек, тұрбағында тұрымбек, барнаға бар салғын деп, бияқ жағы жызатқа, үйді жағын қарасаң, ұспара деген беліне, ошоға қавар берген деп, бүкқан кіші қалбасын, ордырулы оролу, оролу тоғы барғын деп, бұғадан қавар салғын деп, Жақып айтып мұнда кепті қатып баштады, бір жақсы той береді, ошо Жақып бір ойлап қалғаның, оңатаңдың көрдің, еме мұндай таштайлы, қасиетті балаға, ат қойғындың баштайлы, Жақып қарап ошонду, 90.000 ғана төдін алдырып, барын сойып салдырып, атаңдың көрі дүние, кең Алтайға той қылып, көп қытайға ой қылып, қарасаң мұндай той беріп, келген қытай ошонды тойдың башын жеп кетті, атаңдың көрі бұл Жақып оңой емес деп кетті. Ошо тұрған баланың атын ұқпай қалдық деп, өткен мұрқы заманда, есіңқан жүрсең аманда, бижігіне жиіліп, манас деген бұрыт деп, өтірілет деп оққанбыз, құрдат бізді құрыт деп,
тағышы балаң ұжуы мұн ойланып қақандық мұн ойланып манжулық атаңның көрі солындар бөлік бөлініп ошондо жолып қалған кез екен байжақы ошондо барын жидошо айланайын ақ балтаны дейдошо барың мұнда келгін деп бердіке менен ақ балта Айдархан менен батырлар азыр айтам мұнда кеп өзүн атың койгун деп ментип жақып турганда ошондо балта гана турду сүйлөбөй бердикке гана турду күрмөбөй күрмөгө тили келе албай бердикке жерди карап турганда айдан билет ошондо қалың кыргыз ичинде кайгала басып ичинде аксакалы жайкалып акылдыгы байкалып ыраңдын көрү дүнүйө сеңселеп басып төгүлүп селебети көрүнүп бир дубана келделе келип салам берделе айланайын байжакып салондон салам алейким сандыргалы Жакыпбай батырсыңбы Гапырай деп ошентип куздалак дуоно салам бергенде отуруп турган бердикке тура калып ордунан кошо салам берделе карап турган ак балта дагы салам берделе кайдан келген дубана эмнеке мунун оюнда деп ошентип калганда Жакыпбайдын тоюнда Чакырбай кайдан келди деп дубанаң эмне болду деп муну ошондо дубана басып келип кеп айтат ушу турган балагаң атын мен коеюн деп асмандан мунун аты болсун Манас деп жолу болсун баланын бережделүү болсун деп алакандай кыргызга ала тоодой чеп болсун аты Манас деп болсун Манас аты деп ошо жамандыктан калас деп Манас деп дубанаң ошондо аты гана кое салган карап турган көпчүлүк ошондо кайраң азыр калган алдында турган Тогузбай талбин алып балчая басып байжакып дубанага барат эле ошо турган салт экен аты койдуң дубана кылбагым мага убара жолун алгым мунун деп колуна берди билерин карап тургун ошондо эмне дейт экен дубана угалың эмне делерин бири турган мискинге буга берди алгын деп бири турган жетимге куру калбай алгын деп ада берди бени карап турган мискинге дагы берди бирбени Байкулбектен бечара болбосун деп убара таратып берди бубени азыр калгандан эми тамакка жаң салганда көздөн гана кайын болду миң бара болуп байжакып қалың кыз кубанып атаңдын көрү дүнүйө Манас деп баласынын аты Манастап бары жүрөт таластап ушу кезде карасаң аялдагандай жан экен атаңдын көрүң ак балта касыйып туган экен атаңдын көрү Жакып деп айтпасам сөздүң акып деп бери кара Жакып деп байлыга сен да чиренеп кылган экен акыл кеп айткын эми берет деп ушу турган Манасың мен ушу уламадан укамын улама алыс жеринен дедиги жеткип ижин каллодон изин кандыгын өткөндө ата менен жер салып жаман киши жиберип ушу турган бурутан баласы Манас төрөлөт бизге кол салып жер терпелет турбайбы ал тарыштуу бежинде ушу Манас аллатып бичилиге чийилген ошондон бериңе сен кан Кудайын уста билген бурканына жалынып атагана түнүгө тапкылаң ошол баланы деп ошентип сен кан кечилдин баарын жыйыптыр кепти катуу кырыптыр кошундун баарын жыйыптыр ошондо мындай сөздүн уруптур алдайдын баарын чалгын деп азыр кабар бергин деп
ушу турган баланы түрің алып келгин деп ушундай намир бериптир айланайын бай жакып эч кимге муну айтпайлы муну мындай таштайлы андан көрөк баланын оңосо бүтүнүнөн баштайлы мунун атын азыр коелу чүнчө чоң жинди деп коелу ушул атка тоелу чын жинди деп коелу чыныгың атка тоелу маннас атын өчүрүп бүгүн айкөл маннас батырды ушу жерден көчүрүп алып кетип бар жака бир жерге багалы касиеттүү баланы деп ошентип калганда уккандагың арманда укпагандаң арманда азиеттің айкөлдү так ошентип алышып узантышып баланы оң колунан алышып ырымдар кармап калашып маңдайынан сылашып эми карап кысталак баланын көзүн карасаң ушу кезде колунда оң чеңгелдин оюнда манас деген аты бар атаңдын көрө дүнүйөдөн түшүптүр ошоң айкөлдүн колуна манас деп аты бар экен кудайга жаккан жан экен